أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزير алдыңғы сабақта м, минхажил қосидин кітабын бітірдік. минхажил қосидиндағы яғни оразаға қатысты баптың әдептерін бітірген едік. Бүгін алла қаласа нида рахман деген нида райан деген кітаптың ішіндегі оразаның абзалдығы деген бапты иншалла талдайтын боламыз, алла қаласа. Бұл бапта оразаның артықшылықтары, ә, оразаның ә, жалпы яғни абзалдығы туралы мәселелерді қамтыған қысқасы. Сол себепті ішінде 20-дан көп абзалдығын айтып, алла қаласа соларды жеке-жеке талдау шығайық иншалла. Бірінші фадилатул уля, алғашқы абзалдық, яғни оразаның алғашқы абзалдығы ас-соимуна хум саихун. Құран кәрімде алла тағала саихун деп айтқан, яғни біздерде, яғни құлшылық ораза ұстаушыларды құлшылық, яғни не деген саихун деп айтқан, яғни құран кәрімде не дейді? астағфиру билlah. قال الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ساجدون الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Tövbe etушілер, құлшылық қылушылар, мақтаушылар, саихун деген сөзіміз ораза ұстаушылар деп келеді. Ар-ракиун, ас-саджидун, руку жасаушылар, сәжде қылушылар, амирун бил маруф, нахун анил мункар, жақсылыққа шақырушылар, жаманаттан қайтарушылар, ул хафизуна ли худудиллах, және алла тағаланың шекараларын сақтағандар. Вабашширил муъминин, муъминдерді, иман еткен муъминдерді сүйіншіле дейді. Осы аятта алла тағала ораза ұстаушыларды жеке айтып кетіп тұр. قال ابن جرير أما قوله سائحون فإنهم صائمون. Бұл жердегі саихун деген сөз бұл сойимун деген мағынаны білдіреді деген деп айтқан. وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة ибн Аббастың, Саид ибн Жубайрдың, Абдурахманның, Мужахидтің, Хасан, Дохак, Атаның көзқарастары, яғни ол төмендегі айтқан ғалымдардың барлығының көзқарастары. Яғни бұл ораза ұстаушылар деген көзқарас. Айша радиаллаху анха былай дейді: сияхату хазихи ал-умма ас-сиям. Бұл үмметтің сияхасы, сияха деген сөзіміз негізі түпкі мағынасы бұл сапар деген сөз, негізі сапар, аралау, кезу деген мағынаны білдіреді. Бұл жердегі мағынасы ораза деген мағынаны қамтиды дейді. Бұл үмметтің жаңағыдай серуендеуі бұл ораза деген сөз айтқан. وقال ابن عباس كل ما ذكر الله في القرآن سياحة هم الصائمون. Құран кәрімде айтылған әрбір сияха деген сөздердің барлығы бұл оразашылық деген мағынаны білдіреді дейді. وقال أبو عمر العبد الذين يديمون الصيام من المؤمنين. يعني أبو عمر العبدي бұл мәселені енді саихун деген сөзді былайша түсіндірген нұсқасы әрдайым мүминдердің ішіндегі әрдайым ораза ұстаушылар деп түсіндірген. الضحك كل شيء في القرآن سائح فإنهم صائمون. Құран кәрімде айтылған әрбір саихун деген сөздердің барлығы оразашылар деген мағынаны білдіреді деген көзқарас айтқан. ибн Уяйна إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو سايح. Кімде-кім тағамды ішіп жеуді тәрк ететін болса, енді жыныстық қатынасқа қосылуды әйелдер тәрк ететін болса, бұл не дейді? Саих деген мағынаны білдіреді дейді. Саих деген мағынаны, бұл оразашы деген мағына.
قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات آه، ثيبات وأبكار. Yani Allah Teala Tahrim suresinde ya ayet asa rabbuhu onun Rabbisi in tollaqukunna sindir talak etet Musa. Ne? Peygamber sana ildirin. Ayyubeddile azvacın hayru minkun. Sindirin жақсырақ әйелдерді қойып қояр еді дейді, иә, өзгертіп орындарына алмастырып қояр еді дейді. Ол мұсылман болған әйел, мүмин болған әйел, бағынушы болған әйел, тәубе етуші болған әйел, құлшылық қылушы, ораза ұстаушы, ә, пәк немесе пәктігі жоқ болсын, иә, яғни сондай бір қыздарды алмастырып қояр еді дейді алла тағала, иә. Осы жердегі сәихат деген аят келеді. Сәихат бұл соимат деген мағынаны білдіреді, яғни оразашылар деген мағынаны білдіреді дейді. Бұл қаулul Қатада ва Дохак, бұл Қатада мен Дохактың көзқарасы. كان بعض أهل العربية يقول نرى أن الصائم إنما سمي سائحا. Yani bizler mesela Arabi деген бізде yani Arap тілімен айналысатындар десек те болады, немесе Араб жазирасында өмір сүретін кейбір не дейміз біздегі қалада тұрмайтын адамдар, иә. Біздегі ауылдың адамдары дейміз ғой. Мысалы араби дегенді сөйтіп айтады, яғни оқып жазу білмейтін адамдарды араби деп айтады. Яғни немесе яғни араб тілімен айналысатын ғалымдар десек болады. Нараны сайма иннама сумми сайхан, яғни біздер мына ораза ұстаушыларды сайх деген атаумен аталғандығын көріп тұрмыз дейді. لأن السائح لا زاد معه. Өйткені саяхатқа шыққан адам саях деген саяхатқа шығу жалпы жанында не болмайды дейді. Заид деген сөзіміз, зәт деген сөзіміз, яғни қолында артық несі болмайды дейді. Яғни өзімен алып жүретін жол азығы болмайды дейді, иә. وإنما يأكل حيث يجد طعام فكأنه خذ من ذلك. яғни ол не істейді дейді, алдынан қандай жерден тамақ шығады, жолдан қандай тамақ шығады, сол тамақты жеп кете береді дейді. Осы көзқарастан оларды сайх деген ораза сайх деп атаған екен дейді, иә. وإنما يأكل حيث يجد الطعام فكأنه أخذ من ذلك. яғни осы сөзден алған сияқты дейді, иә, осы мағынадан алған сияқты дейді. Ja, біздегі қазақ тілінде мысалға айтады ғой, ә, ердің азығы түзде деп айтады ғой мысалы. Сол сияқты түзде деген сөзіміз яғни сыртта деген сөз ғой. Ә, үй деген емес. Жалпы түсінікте бірінші бізде Құран кәрімде соимдарды ерекше, ораза ұстаушыларды ерекше атап өткен, оларды сайып деген атаумен. Фадилат сән екінші артықшылық ас-саум ла мисля лаху. Ораза оның бір алмастырушысы, ұқсасы жоқ, құлшылық болып есептеледі, яғни жалғыз құлшылық. عن أبي أمامة قال أنشأ رسول صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيت فقلت يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة. قال اللهم سلم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Abi Umama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni bizlerді неге жіберді дейді. Bir asker жинатып неге соғысқа жіберді дейді, иә. فأتيت فقلت يا сөйтіп пайғамбар саллаллаху бардым дейді, иә. Әскер басын бастап барған, иә. Abi Umаманы бәріміз білеміз, сахаба. Жас сахаба, иә, әскер басын бастаған. فقلت يا رسول يا Allah'ın elçisi أدعو الله لي بشهادة. Ya Allah'ım, ya Allah'ın elçisi бізге шахада деген сөзіміз, яғни шахид болып кетуімізді дұға ет деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол
шахид болып кетуімізді дұға ет деп абуыма сұрады дейді, бізге шахид болсын деп дұға ет деп айтты дейді. сонда пайғамбарымыз не деді? Қала аллахумма саллим ва ғаннимхум, алла тағала оларды аман ет және де оларға олжаны толтыр деп кетті, яғни оларға олжаландыр деп айтты. فغزونا فسلمنا وغنمنا сөйтіп не істеді дейді, біз ғазауатқа шықтық, соғысқа барып фасәлләмна уағаннамна, біздерге аман есен еш жеріміз қырылмастан естеместен келдік аман есен және де олжамен қайттық дейді. Хәтта ذكر ذلك ثلاث مرات, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы нәрсені үш рет айтты дейді. قال ثم أتيتك فقلت يا رسول الله إني أتيتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بشهادة. Ya Allah'ın istediğin zaman üç rет осылай келдім. Үшеуінде де сенен шахадат деп пайғамбарымыз үшеуінде де үш рет келген кезде де осылай сәлим мұғаннам деп айтқан, яғни сен оған не істе деген, есен аман есендік бер және де оны олжаландыр деген сөз айтқан. Сонда ә, үшеуінде де пайғамбарымыз не деген сол сөз айтқан. Енді сонда сұрадым дейді Абу Мама, алланың елшісі, мен сенен маған шахада, яғни шахид болуымды сұраған едім ғой деген кезде, фақулды аллахумма саллим уғаннимхум, сөйтіп фақулту Аллахумма саллим уғаннимхум фасалламна уғаннамна я расулаллах. Алланың елшісі, сен бізге фақульта, яғни сен бізге аман есен барып қайтыңдар, олжаланып толып қайтсын деген нені айттың, дұғаны айттың. Biz amан есен барып қайттық, олжаландырып қайттық. Алланың елшісі, фәмарани би амалин адхулу бихил жанна, алланың елшісі маған жәннатқа кіретін бір жолды айтшы деп айтты. Яғни бір жол айтшы маған, мен бұл аятқа кірейін деп жатқан кезде пайғамбарымыз не деді? Фақала алейка биссиям фаиннаху ла мислә. Сен ораза ұста деді. Өйткені оның ешқандай несі жоқ деді, ұқсасы жоқ деді. Иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жерде жәннатқа кіретін жолдың не істегенде де оразамен қамтыған. Яғни алейка биссиям фаиннаху ла мисләху, оның ұқсасы жоқ деді. Расымен де басқа құлшылықтарға қарағанда парыз болсын, ораза не болсын, намаз зекет болсын, оразаның зекеттің ұқсасы жоқ. Иә. жақсы. قال فكان أبو أمامة لا يرى في أيديه الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. Енді Абу Умама радиаллаху анху үйінде күндіз не істемейтін еді дейді. Бір түсін шықпайтын еді үйінен дейді. Мағынасы, үйінде тамақ пісірмейтін еді күндіз дейді қысқасы. Иә. Тек қана үйінде не көретін еді? Ла яра фи бейти духан нахаран, күндіз оның үйінде бір тамақ пісіріп жатқандығын көрмейтін еді дейді. Тек қана үйіне бір қонақ келген кезде ғана күндіз тамақ істейтін еді дейді. Фаизар ау духан, егер де оның үйінде тамақ істеп жатқандығын, бір түтіннің шығып жатқанын көретін болса, ол дейді арафу аннаху қада тарафун дойф, яғни оның үйіне бір қонақ келген екендігін білетін едік. Иә, үйіне қонақ келгендігін білетін едік дейді. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مريني بعمل. Алланың елшісі маған бір жақсы амалды істеуді бұйыр деп айтты, немесе маған көрсет деп айтты. قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. Онда пайғамбарымыз не деді? Сен ораза ұста деді. Ол секілді не жоқ деді? Теңесі жоқ деп айтты. قلت يا رسول الله, басқа біреу айтты. مريني بعمل قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. Жоғарыда айтты, яғни сен ораза ұста, оразаның несі жоқ деді, теңесі жоқ деді. ولحاكم وصححه وفي رواية للنسائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Nasai'de kelgan, Hakim'de kelgan rivoyatda. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. Yani mağan bir yalan değil, mağan bir istihayet buyur. Allah Teala mağan sol arkalı payda versin diyor. Kul aleyhi bis siyam fe inne fil emsile. Sen o arazda, o arazda hiç kanday tegdiz yok diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü aytti. Bu sünnetimiz ikinci paydası o arazanın onun tegdisiz koşuluk ekendigi, tegdisiz koşuluk ekendigi. Aha, tak. Üçüncü afzal fadilet الثالثة إضافة لله تعالى تشريفا لقدرته وتعريفا بعظيم فخره. Yani bu ikilisi var adam mesela afzallığı bu neticede Allah Teala өзіне бұл оразаны жекелеп айтқан еді. Идофату илаллахи тағала алла тағалаға жекелеп айтуы алла тағаланың өзіне тәшрифан тәшриф үшін деген сөз яғни құрмет үшін лиқудрихи оның қадірлігін сарапаттау үшін уа тарифан биазим фахрихи және де оның ұлы бір мақталатын бір амал екендігін білдіру үшін иә бұл құран бұл пайғамбарымыздың хадисінде айтып береді ан аби хурайра радиаллаху анху қала қала расул пайғамбарымыз абу хурайра хадис деп пайғамбар не дейді қала азза ва жал алла тағала айтты күллі амалин ибн адам әрбір адамның амалдары адам баласының әрбір амалы ләху өзі үшін дейді илля саум тек қана оразадан басқа ораза фаинна ли ва ана әжизихи бих ораза мен үшін деп айтты мен оның не істеймін деді сауабын өзім беремін деп айтты яғни сауабын өзім беремін сиям жүннатун ораза не дейді жүнна яғни бұл қорған дейді فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يضحك يصخب егер де кімде кім ораза ұстайтын болса не істемесін дейді ерфас яғни ерфас деген сөзіміз былапыт сөз бос амал ярпас деген сөзіміз енді сол мағына береді руфас деген негізі сөзбен айтылатын сөзбен айтылатын былапыт сөздер жаман сөздер айтамыз иә ал ііі фасық деген сөзімізді біздер не дейміз фасих деген іспен араласылатын нелерді біздер фасих деп айтамыз иә іспен араласылатын шариғатқа қайшы бір амалдарды уәлә ясхаб деген сөз енді айқайлап үлкен бір дыбыстарды шығарып жүрмесін деген сөз иә فإنه سبه أحد فإن سبه أحد أو قاتله فليقول егер де кімде кімді боқтап біреулер мысалға иә немесе төбелесіп кететін болса қарсы оған не десін инни соим әлбетте оған айтсын мен оразашымын деп айтсын де инни соим мен оразашымын деп айтсын والذي نفسي محمد بيده لخلوف لخلو خلوف هم الصائم أطيب عند الله من الريح المسك الله تعالى سيدنا والذي نفسي محمد بيده لخلوف يعني خلوف деген сөзіміз жалпы зihни ауыздан шығатын иіс иә фәм саим ораза кісінің аузынан шыққан бір иіс дейді атсияб индаллахи мин рих миск мисктен қарағанда абзалырақ деп айтты للصائم فرحتان يفرحهما ораза кісінің екі түрлі несі бар қуанышы бар деп айтты ол сол қуанышпен қуанады деп айтты إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه бірінші қуанышы ораза ауыз ашқан кездегі қуанышы екіншісі раббысымен жолыққан кездегі оразаның
несі дейді, абзалдығы дейді. Жақсы, алла тағала баршаңызға разы болсын. Алла тағала іліміңізді арттырсын. Келесі сабақта иншалла жалғастыратын боламыз. Уахир дағуана, алхамдулиллахи раббил аламин.